15 наурыз Жамбыл облысында әскери бөлімдегі қарауыл басшысын қол астындағы қызметкері атып өлтірген. 14 наурыз Атырауда қаруды қолдану барысында жас сарбаз абайсызда өзін-өзі атып жіберген. Мұндай жаңалықтар өкінішке қарай әр ай сайын шығады. Алайда қорғаныс министрлігі көп жағдайда абайсызда болған факт деп жылы жауып, шындықты айтпайды. Бұл абайсыз жағдай ма, әлде әлімжеттіктің салдары ма? Қоғам білмей дал болады. Ал армиядағы сан жылдық проблема сол күйі шешілмей келеді. Елімізде кеңес заманына мұра болып 35 жылда шешімін таппаған мәселе аз емес. Соның бірі әрі бірегейі әскердегі әлімжеттік. Армиядағы бұл құбылыс кеңес одағында әскер қатарына бұрын түрмеде отырғандардың шақыртылуымен байланыстырылады. Яғни олар армияға келген соң түрме түсінігін сарбаздарға таратып, адамды қорлау, кемсіту, жазалау, мұқатудың түрлі әдістерін қолдана бастаған. Өздері армия қатарынан шығарылғанымен олардың ісі кейін де қалып қойған. Кеңес одағында әскери әлімжеттіктің салдары трагедияға келген Соколаускас ісі арқылы мәлімет. 1987 жылы Литвадан келген жас сарбаз Артурас Соколаускасты айналасындағылар үнемі ұрып-соғып, тіпті зорламақ та болған. Мұндай ұзақ қорлыққа шыдамаған ол өзіне зәбір көрсеткен 8 адамды вагонда атып тастаған. Аталған ауыр қылмыс көпке сабақ болмаған секілді, себебі әлімжеттік кейін де ТМД елдерінде жалғаса берді. Егер Қазақстанның статистикасына қарасақ, жағаңды ұстауға дайын болуың керек. 2020-2023 жылдар аралығында әскер қатарындағы 270 адам қайтыс болған. Меніңше, тым көп. Олардың 91-і әскери міндетін атқарып жатқанда көз жұмған. Қалғандары науқастанып, жол апатына түсіп, не басқа жағдайда бақилық болыпты. Алайда шын мәнінде өлім себебі сондай ма, әлде Қорғаныс министрлігі оларды өзгертті ме? Белгісіз. Енді мына мәселеге назар аударайық. Көз жұмған сол 270 адамның 86-сы суицид жасаған екен. Тағы 20 адам өз-өзіне қол салуға әрекеттенген. Бұл мәжіліс депутаты Сәрсенғалиевтің мәліметі. Мұндай сұмдық көрсеткішті Қорғаныс министрлігінің басшылығы қалыпты жағдай деп есептейді. Себебі суицид қоғамда да бар. Алайда деректерге сүйенсек, мүлде ондай емес. Қоғамда 100 мың адамға шақсақ 11,1 суицидтен келеді. Ал әскерде бұл көрсеткіш 2 есе көп, 23,4 жағдайдан келіп тұр. Яғни армиядағы әлімжеттік сарбаздарды өзіне қол салуға итермелейді деген сөз. Айтқан аргументімізге күмән болмасын, нақты фактілерді келтірейік. 2022 жылы 19 тамызда Жамбылдағы Шолдала заставасында 18 жасар сарбаз Бекбол Мираш асылып қалған. Бұл жағдай жан түршігерлік деуге болады, себебі оның аузында және іш киімінде бірнеше ер адамның биоматериалы, ұрық белгілері табылған. Бұл іс бойынша сержант Нұртаев 7 жылға сотталды. Ал 2022 жылы сәуірде 19 жасар сарбаз Ұлықбек Бердішев көрші қырғыз еліне қашып кетіп, сонда тастардың арасында асылып қалғаны мәлім болды. 2024 жылы қыркүйекте сержант Әсер Итебаев Құрлық әскер институтының территориясында өзіне қол салған. Оның жасы 44-те еді. Прокуратура өзіне қол жұмсауға итермелеу бабы бойынша іс қозғады. Яғни жас жігіт емес, атпалдай азаматқа соншалықты қысым жасап, осындай қадамға баруға мәжбүрлеген. Тізе берсек, мұндай фактілер аз емес. Алайда Қорғаныс министрлігі үнемі жауапкершіліктен қашуға тырысады. Армияға ешқандай реформа қажет деп санамайды. Әскери бөлімдерге 50 мыңдай камера қойылғанын айтып ақталады. Бірақ одан әлімжеттік абайсызда өзін-өзі өлтіріп алу фактілері кеми қойған жоқ. Бір ғана сарбаз Ербаян Мұхтардың оқиғасы әскердегі жағдайды сипаттап тұр десек, артық айтқандық емес. Ол 2023 жылы ауруханаға түсті. Офицерлер оның ата-анасына балаңыз әжетханада құлап түсті деп хабарлаған. Тағы да абайсызда болған жайт, бірақ Ербаянның халі ауыр еді. Содан бері 5 ота жасалды. Түркияда емделді. Бас сүйегінің жартысын алып тастады. Өзі сал болып қалды. Алайда оның осы күйге түскен үшін әлі ешкім жауапқа тартылмады. Мұндай жазасыз қалған қылмыстарды көрген соң, қай ата-ана өзінің сау баласын әскерге жібереді?
Әлімжеттік кейбір елдерде кездесіп тұрады. Мысалы, ақштың Форт Худ әскери базасында 2008 жылы сарбаз өз командирін атып өлтіріп, кейін суицид жасаған. Дәл осы жерде келесі жылы әскери психиатр Нидал Хасан 13 адамды өлтіріп, 32 кісіні жаралаған. Мұндай жайттар ақшта ара-тұра кездеседі, бірақ оған көбіне психологиялық ауытқу не діни себеп болған. Жалпы армиямызда әлімжеттік кеше пайда болмады, бірақ оған бүгінгі факторларда ықпал етіп отыр. Мәселен, қазір келісімшартпен қызмет етіп жүргендердің үлесі көп, бірақ олардың жалақысы көп емес. Мысалы, келісімшарттағы қатардағы сарбаздардың жалақысы 90 мың мен 140 мың теңгенің арасында екен, ал сержанттардікі сәл көптеу 200 мың теңгеден жоғары. Мемлекет үй алуға, білім алуға көмектеседі, грант, жеңілдік береді, алайда жалақы мардымды емес. Осыдан кеше келген сарбаздарды бопсалау жиі орын алады. Армия ел қорғанысының тірегі, халықтың сенімі. Бірақ борышын өтеуге кеткен кепсе темір үзетін жас жігіт мүгедек болып оралса, немесе өзіне қол салды деген хабар жетсе, онда қай бала ертең сарбаз, офицер боламын, елімді қорғаймын деп армандайды. Балам дейтін жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан болсын деп ақаң Ахмет Байтұрсынов бекер айтпаса керек.